Шерхан Мұртаза. Қыз бен бота. Самолет, самолет деп қыз теңіз жағалай жүгірді. Қанаты жоқ, қанаты болса ұша жөнелгендей. Самолетке қарай шыңнан ұшып кетіп жүрмесін дегендей, еспе қызылғым қыздың аяғынан тартты. Самолет, самолет, мені ала кетпейсің бе, деді. Қыз тоқтай қалып. Жалаң аяқ тобығынан құм сусыды. Жарған дарбыздың жартысындай шырайлы күн теңіздің ош етіне жайлап барып қонған кезет. Теңіз бойлап бұдан бұрында талай самолет ұшқан. Қыз бәріне де әлгі сөзді айтатын. Бірақ оның арызын самолеттердің ешқайсысы ілтипатқа алған емес. Мені ала кетпейсің бе, деді тағы да. Бұл жолы тек сыбырлап айтты. Самолетка айқайла не, сыбырла не, бәрібір. Жоқ, бәрібір емес пекен. Ол айқайдан көрі сыбырды жақсы естиді-ау. Самолет шұғыл аударылып, бір қанаты жалт етіп, қыз жаққа бұрылды. Қызаң таң қалып, біраз тұрды. Тұра қашты. Өзің шақырып, өзің қашқаның қалай дегендей, қызылғым оның кішкентай аяқтарына жармасты. Құм оның көк орай шалған көк шөбіндей еді. Баланың аяғын аймалағандай жып-жылы жұмсақ тиетін. Құм түнде ғана салқын тартатын. Қара түннен қорыққандай бойынан жылу қашатын. Қызылғымның теңізге барып сұлаған шөбінде теңбілгөк теңге жапырақ өспейді. Жабайы жоңашқаның гүлі жайқалып, иісі сені елетпейді. Онда қызыл алма ұрықтамайды. Осы бір себепті де жайқалған көгал дүниенің қызметін құмның өзі атқарғысы келетін сияқтақ. Құмда жел жапырағын шалғандай желбірейді. Құм тіпті кейде сыңсып ән салғандай да болады. Қыз малтығып етпетінен құлады. Қызыл ленталы тұлымшағы селтең етті. Ер мойнына қыздыкіндей қызыл лента байлаған бота жалт беріп, тапырақтап тұра қашты. Ботаның аяғы ұзын еді. Құм кедергі бола алмады. Мені тастап кеткенің не, деді қыз ботасына өкпелеп. Анадай жерге самолет келіп дөңгелек аяғын тіреді. Қап-қара дауыл бұрқ етті. Самолет секеңдеп біраз жүріп бері бұрылды. Шыңнан менің шақырғанымды естіген екен ғой, деді қыз құмға бір аяғымен тізерлеп тұра беріп. Самолет күр-күр етіп бір нәрсе айтпақшы болған сияқты еді. Қона бергенде тамағына құм кіріп кетті ме, қақалып қалды да тоқтады. Ұзын бойлы ұшқыш жерге түсіп, амансың ба айналайын, атың кім? Менің атым Раушан, деді қыз. Сен шынында да Раушансың, деді ұшқыш. Сіз мені біледі екенсіз ғой, деді Раушан. Білмегенде ше, деді ұшқыш. Менің самолетті шақырғанымды қайтып естіп қойдыңыз, деді Раушан. Самолетті бәрі естіліп тұрады, деді ұшқыш. Деді Раушан. Білдім. Нені? Басқа самолеттегі айғайлар естісе де тоқтамайды екен ғой. Жоқ, Раушан, олар тоқтар еді. Асығады ғой, деді ұшқыш. Ал сіз ше? Мен бүгін асықпаймын. Оның үстіне сен шақырдың, деді ұшқыш. Қалтасынан үлкен қып-қызыл алманы алып беріп. Сіз мұндай алманы қайдан алдыңыз, деді Раушан, қып-қызыл жемісті жеуге қимай сипалап. Ол алыста, Алатау деген жерде өсет, деді ұшқыш. Барасың ба? Алып барайын. Ол жақтан мұндай алма көп пе, деді Раушан. Егер көп болса, мынау алманы жеп қойайын. Көп болғанда қандай. Ағаштың басында сыңсып тұрады. Онда парк те бар. Өзің сияқты балалар әткеншек тебет, кәдімгідей поезға мінет. Балмұздақ қандай десеңші. Онда барайын аға, деді Раушан. Бұлардың қасына Раушанның әкесі келді. Амандасып, жөн сұрады. Мына Раушан шақырған соң келдім, деді ұшқыш. Рас көке, рас. Мен шақырдым, деді Раушан. Онда үйге жүр. Мамаң шай дайындасын, деді көкесі. Раушан жүгіре жөнелді. Құм аяғынан оралған жоқ. Нөкс қабылдамай қойды. Онда қалың тұман, деді ұшқыш. Аралға қайтуға бензин де аз. Қонғаның жақсы. Қонақ болсаң, біз мына қызылдың құмына жаңадан орнап жатқан қой совхозымыз. Мен осындағы почта бастығымын, деді Раушанның көкесі.
Үлкендер шай ішіп қызылдың шекер қауынын жеп жатқанда Раушан өзінің ботасымен қоштасты. Сен жаңа мені тастап қаша жөнелдің, я? Ботақам, деді Раушан. Бота кінәсін мойындағандай өп үлкен көзін тайдырып әкетті. Көрерсің, ертең мен де сені қалдырып, самолетке мініп кетемін, деді Раушан. Алмасы көп, гүлдері көп, тауы биік, балмұзағы көп қалаға барамын. Сен бармайсың. Енді бота мөлдір бұлақтай тұнық көзін кең ашып, таңырқай қарады. Сені алып жүруге болмайды. Сен самолеттен қорқасың ғой, деді Раушан. Әлгінде тапырақтап қаша жөнелмей, ұшқыш ағаймен мен ұқсап амандасқаныңда ол сені самолетке мінгізетін еді. Бота иір мойнын төмен салбыратып күрсінгендей болды. Жарайды, бұртыймай-ақ қой. Мүмкін ол сені де мінгізіп алар. Онда бірге ұшамыз. Ал енді ұйықтайық. Таң азанда тұрайық, деді Раушан. Ол үйге кіргенде үлкендер дастархан жинап, төсек салып жатыр екен. Ал Раушан, таңертең жүреміз ғой, деді ұшқыш. Я, мен ұйықтап жатқанда кетіп қалмайсыз ба, деді Раушан. Мен сені оятамын, деді ұшқыш. Шын көріп таңертең жылап бәле қылады ғой, деді мамасы. Баламысың деген қызық көріп тұр ғой, деді папасы. Ұшқыш алдаған жоқ. Ұрланып ұша жөнелмеді. Асықпай шай ішіп аттанды. Ал Раушан, дайынсың ба, деді ол. Ботаны да алай кетуге болмай ма, деді Раушан. Ботаны дейсің бе? Ой, әттеген ай, ботаға орын жоқ. Және ботаның барғысы да келмейтін шығар о жаққа. Тағы да бір оралғанда ботаны да алай кетейік, деді ұшқыш. Онда мен келесі жолы ботамен бірге ұшайын. Сіз алдамайтын ағайсыз. Сіз қайтып келесіз, деді Раушан. Сөйтіп ол ботасына қызылдың тәтті қауынның қабығын берді. Бота қабыққа тимей, Раушанның қолын иіскеледі. Аспаннан ұшқышқа бота Раушанның қолын сүйіп тұрғандай көрінді.